Өмірде кісінің түріне, кескін келбетіне күлетін адамдар кездеседі. Сондайда есі кісілер былай деп сұрайды екен: сен суретке күлдің бе, суретшіге күлдің бе? Суретшіге күлсе Құдайға күлгені, суретшіге күлсе Құдайдың туындысына, яғни адамды ардақтап жаратқан адамына күлгені. Бұрынғы өткен ізгілер, сен түріңмен мақтанба, себебі сен оны жаратпадың. Тегіңмен мақтанба, сен оны таңдамадың. Сен мінезіңмен мақтан, себебі сол сенің өз қолыңда, деп айтқан екен. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бізде Хумаза сүресі. Біздің тұрақты спикерлеріміз Рауан Жұмабайұлы және Ермек Есқожа, және біздің бүгінгі құрметті қонағымыз Қалқаман екі мешітінің бас имамы, Нұр-Мубарак университетінің PhD докторанты Руслан Қамбаров ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Біз әдеттегі дәстүр бойынша сүренің мағынасын оқып шығамыз, санамызда тұру үшін. Одан кейін тәпсіріне, талдауына кірісеміз, иншалла. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әрбір ел жұртты менсінбей сынап мінеуші, ишарамен ымдап келемеждеп кемсітушінің жағдайы қандай өкінішті. Олар мал дүние жиып, оны ешкімге бермей ашкөздікпен қайта-қайта санай береді. Әрі байлығымен масаттанып, өзгелерді өзінен төмен санап қор көреді. Ол мал мүлкінің арқасында мәңгілікке қол жеткізін деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Ол міндетті түрде Хутамаға, жаһаннам отына тасталады. Хутаманың не екенін білесің бе? Ол Алланың тұтанған, өшпейтін оты. Ол адамның тәнімен қоса ішіне де еніп, жүрекке дейін өртейтін от. Ол ішіне тасталғандарды жан жағынан құрсаулап жауып алады. Оған тасталғандар ұзын-ұзын от жалынды бағаналарға байлаулы күйде қалады, дейді. Олай болса, бисмилля. Жалпы енді жаңағы әдеттегі былай тәпсірдің өз реті бар ғой, жаңа түсу себебіне тоқталады бастапқы кезде. Сосын негізгі көтерген тақырыбына тоқталады. Одан кейін біз енді біздің подкасттың негізгі мақсаттарының бірі, жаңа бүгінгі күнімізге бұл сүре бізге не айтады? Біз қандай ғибрат аламыз күнделікті өмірде қолдану үшін, соны барынша біз талдап отырсамыз. Мархабат. Жалпы енді бұл Құран сүрелері, біз айтамыз ғой, мынау түсу реттілігіне байланысты өзінің реттері бар Құран сүрелерінің. Әрбір оқиғаға, әрбір нәрсеге, бір оқиғаға, бір мәселеге байланысты түсіп отырған. Енді бұл Хумаза сүресін қарайтын болсақ, Хумаза сүресі меккелік сүрелердің қатарына жатады, меккелік сүре. Енді бұның түсу реттілігінен бөлек Хумаза сүресінің қазіргі мұсхафтағы тәртібі бар ғой. Сонымен де сол жердегі тәртібінде де үлкен бір жаңағыдай мән бар, байланыс бар. Иә, жаңағы сүрелермен байланысы бар. Кейде мына ғалымдардың арасында түрлі көзқарастар айтылады екен. Мына Құран сүрелерінің орналасуы, қазіргі мұсхафтың ресми орналасу тәртібі ижтихади деп те айтады кейбір ғалымдар. Бұл сахабалар өз араларында ақылдасып, мына сүрені былай қояйық, мынаны екінші қояйық деген сияқты бір пікір бар екен. Бірақ дегенменен бұл сүрелердің арасында байланысқа қарап отырсақ, бұл ижтихади емес, тауқифи екеніне бір тоқтаймыз да. Яғни илахи, Алла тағаланың тарапынан бір бекітілген. Себебі пайғамбарымыздан Рамазанның соңғы Рамазанында қайтыс болатын жылы 2 рет хатым жасады деп айтады Құранды бастан аяқ. Сол кезде де осы сүрелердің реттілігі, жаңағыдай кәдімгі қай аяттың қай жерге тұратыны қойылған. Сол сияқты енді мұнда да Хумаза сүресінде де өзінің орналасу реттілігіне қарайтын болсақ, бас жағында жаңағы Аср сүресі бар. Оның ар жағында Такасур сүресі бар. Такасур сүресінде де жаңағыдай малды жинаған, малды біріктірген, сол жаңағы бір дүниеге қатты байланған адамдар туралы айтылса, одан кейін оған байланбайтын адамдардың бір бейнесі Аср сүресінде келеді. Бір-біріне сабырды күттесетін, ақиқатты күттесетін адамдар. Одан кейін Хумаза сүресі, осы бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отырған сүре, бұл жаңағы мазақтайтындар, және сол мазақтауының артында не жатыр, оған күш беріп, күш бітіріп тұрған нәрсе, бұған жаңа мал мүлкі жинап алған. Енді бұл Хумазаның кейінгі сүресі, кейінгі Хумазадан кейінгі Фил сүресі, ол да сол жаңағы мал мүлкінің жаңағыда пілдерінің кереметтігімен, қару жарағының күштілігімен мақтанып, өзінің бір кереметтілігін көрсету үшін Қағбаға шабуыл жасайтындай деңгейге апарған осындай бір адамдардың бет бейнесін көрсетеді. Демек бұл жерде Хумаза сүресі де сол замандағы
адамдарға түсті десек, мысалы кейбір әрбір адамдардың аттарында тәпсірлерде береді. Мысалы Уалид ибн Муғираға байланысты түсті дейді, немесе жаңағыдай Абу Жахилге байланысты, Абу Лахабқа байланысты деген сияқты дәл сол сипаттағы мүшриктердің жаңағы аттарын атап келеді. Дегенмен қалай болса да бұл бір Құранның бір ерекшелігі. Құранда кез келген бір жаман қылықты айтатын болса, адамның атын айтпайды екен ол жерде. Жаңағы қылықты айтады және сол образды көрсетеді. Демек ол образ қияметке дейін жалғасатын болғандықтан, әрбір адам сол ненің жақсы, ненің жаман екенін білу үшін осындай бір тәртібінде де ерекшелігі бар. Демек бұл жаңағы Меккеде түскен сүре, сондай-ақ бізге осындай бір қылықтардың қандай екенін көрсету үшін үлкен бір мән мағынасын береді. Нақты адамдардың атын емес, типологияны айтады дейсіз ғой. Типті айтады. Психотип. Адамдардың бір типін көрсетеді. Енді осы жерде мына Шағрауида осы нәрсеге ерекше мән береді ғой. Сол кітабында осы нәрселерді көп қолданады. Құранда неге кісілердің аты айтылмайды, неге заман айтылмайды деген секілді мәселен жаңағы Кахф сүресін талқылаған кезде де сол кісі Шейх Шағрауи осы нәрсеге көп көңіл бөледі. Құранның өзінде айтады ғой жаңағыдай Кахфтың кісілері қанша болды деп тартысады дейді. Санына тартысады дейді. Сосын қай заманда болды деп тартысады дейді. Сосын қала берсе кейбіреулер итінің атына дейін жаңағыдай талас тартыс қалып барған дейді. Бірақ ол жерде кісілердің аты аталмауы, заман айтылмауы ол әр заманға, әр кезеңге, әр қауымға ортақ нәрсе, ортақ дүние дегенді келтіреді. Бұл жерде де сол болып тұр ғой, жаңағы сүреде де. Демек жаңағы үш нәрсені талқылай бермей, негізгі нәрсені талқылау керек деген бір месседж бар сияқты ол жерде. Негізі орада Каф сүресінде айтылған, айтып кетейін, негізгі мәселе фитиятун әміні ғой, иман еткен жас жігіттер. Олар әр дәуірде болады. Өз иманына беріп, және аз болып келеді көп жағдайда. Ол енді оның есімдері аталсын аталмасын, сол сипат өте маңызды. Бүгінгі таңда да сондай иман еткен, дінге қызмет еткен жас жігіттер бар ма? Бар да. Олардың да сипаттарымен түсіну керек бізді. Дұрыс. Осы жаңа сүреде де сол болып тұр. Жаңағыдай кісілердің атын айтып тұрған жоқ. Жаңағыдай сипаттарын, кемшіліктерін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі қоғамда бір келеңсіз оқиға болса, кісінің атын айтып түрін түстеген емес қой. Не болды қауымда, неге мынандай нәрсе орын алды деп жаңағыдай жалпыланбап кісінің жаңағыдай атын айтпайды. Айыбын бетіне баспайды. Қоғамдағы белең алған немесе қоғамда бір бой көрсеткен бір мәселені тоқтату үшін сол құбылысты ғана айтумен шектелу. Бұл да бір әдепке жатады. Бала тәрбиесінде де осы маңызды екен. Бетіне баспайды. Жаңағыдай сен мынандайсың деп емес, сен өтірік айттың деп емес, сен өтірікшісің деп емес, өтірік жаман деп айту деген секілді. Сипаттың өзін айту дейсіз. Ана баланың үстіне бояу қылып жағып қоюға болмайды дейді. Бала оны қабылдап алады дейді. Сол секілді мына жерде де мәселен пәленше елге тіл тигізді, түгенше ғайбаттады десе, солар болды деп біз тоқтайтын едік та. Ол солар қатысы бар. Маған жұқпайды деген мәселе. Басқа адамға қатысы жоқ деп ойлап қалу ықтимал. Пайғамбарымыз да мәселен бүйтіп тастаған кезде әркім өзінің бойынан сол мінді іздеп, жаңағыдай менде жоқ па екен деп өзін іштей сынап, жаңағыдай нафсул лауама болып, жаңағыдай өзіне менде жоқ па деп тазаруға әрекет жасайды екен. Өзін айыптайды. Құранның керемет стилі ғой енді былайша айтқанда. Жаңағыдай тек қана кемшілікті айтып, міне осылар деп атын атап түсін түстеген жоқ. Пайғамбарымыз ғана бір кісі келіп шағымданатын бір оқиғасы бар ғой. Жаңағы мен пәленше бір кісіні айтады, пәленшенің артына үйім намазда, таң намазында. Парызды өте ұзақ оқиды, ұзақ оқығандықтан мен кейде намазға барғым келмейтіндей бір жағдайлар болып қалады. Деген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көпшілікке қарап араларында кейбір адамдар бар екен. Намаз тым ұзақ оқиды, парызды қысқартыңдар, сүннетті қалағандарша ұзатыңдар деп айтады ғой. Өйткені жылайтын бала бір үлкен кісі бар, арттарында үйіп тұрған дейді ғой. Осы жерден де соны көреміз, Бұл исламның әдебі ғой жалпы. Ал енді Хумаза сүренің өзінің былай стилистикасына келетін болсақ, онда қызық басталады. Бұл сөзбен басталатын өзі бірнеше сүре бар ғой. Ол шариғатта харам болған дүниелер ғой. Вайлул лил мутаффифин. Тараздан жейтіндер, оларға бір уәйл болсын. Уәйл деген не? Бір азап болсын дегенде. Қандай бір өкініш, неткен бір қиын жағдайлары, өте оңбадау осы іспен шұғылданатындар деген бір мағынада
мутаффифин тараздан жейтіндер сол сипаттың астына кетеді. Содан кейін хумазада, люмазада сол сипатқа кетеді да. Енді орада еркек па, әйел ма, жас па, қары ма, ол ешқандай бөлінбейді. Маңызды ол сипат. Ортақ, адамзатқа ортақ та. Мұсылманы бар, мұсылман емесі бар. Өйткені хумаза енді және айтып тұр ғой, түсу себептеріне байланысты. Кейбір мүшриктердің де есімдері бар да, себеп болған. Соларға қатысты түсірілген дегендейші. Негізі оларға қатысты түсірілсе бізге қатысымыз қанша деген бір ой туындайды да. Әлбетте. Түсінікті ана мүшриктерге түсірілді. Өйткені Меккеде олар бүйтетін еді да. Дейді ғой Буруж сүресінде. Олардың жандарынан өтсе бүйтіп, келемеждеп, мазақтап өтетін болған ғой. Көрінбей мына мұсылмандарды, бейшараларды көрдің ба деп мазақтайтын болған ғой. Күлетін болған, немесе жанынан мысқылдайтын болған. Негізі адамға көптеген бір психологиялық ауыр ғой. Сыртынан да сөз айтатын болған ғой. Көзінше айтатын болған, жанынан өтетін болса, қай жерде қандай шанс болатын болса, олар жібермейтін болған ғой. Физикалық соққы жіберетін болған, моральны тапить ететін болған, былай сөзбен қытықтайтын болған. Ол үлкен бір ауыр мәселе. Енді бұл аяты хумаза мен люмазаны солар дейтін болсақ, онда біз өзімізді пәк те санаймыз да, ол бізге мысалы қатысы жоқ деген сияқты бір пікір туындау ықтималы бар да. Сол себептен бұл енді тәпсір ілімінде бар ғой, бір адамға түскенімен әрбір мұсылманға қатысты дүние да. Өйткені ол хумазалық сипат, енді оны қазір жеке тоқтайтын шығармыз, қайсы сөз қандай мағына беретін. Яғни хумаза мен люмаза деген сипат ортақ, бәрімізге ортақ. Ортақ. Ол мұсылманына да ортақ, ол басшысына да ортақ, қызметшісіне де ортақ, еркекке де, әйелге де, жасына да, үлкеніне де да. Бұл сөздің уәйлмен басталуы бір мысалы негізі араб тілінде бар ғой, мамну ат-тадхин деген сөз ше. Негізі грамматически қате сөз ғой. Негізі былай араб тілінен наху сарфпен қарайтын болса, негізі теріс жазылады да. Ат-тадхину мамну ғой негізінде, асылында мубтада хабар да. Тек олай жазылуының себебі дейді, бірден көзге басу керек та. Енді адамның вниманиясы қызылды бірінші көреді, содан кейін ол запретный бір мағына бар ғой психологияда. Тура сол сияқты кейбір сөйлемдер, кейбір сөздермен уәйл сияқты сөз болған кезде болды, осыдан кейін болатын уже тоқтау керексің. Жақсы емес. Бұдан кейін айтылатын әңгіме өте қиын әңгіме да. Яғни сақтаныңдар, аулақ жүріңдер, сөйтсеңдер жақсы болады дегенде бір өсиет емес та Құранда. Үзілді кесілді айтылды да. Уәйл деді да. Уәйл деген сөзден кейін келген не? Ол үзілді кесілді тоқталу керек. Яғни оның үкімі де қазақша айтқанда харам болып саналады. Яғни бұл хумаза мен люмаза бұл істермен шұғылдану харам екені түсінікті. Енді осыдан кейін барып кейінгі деңгейлерге өте бастаймыз. Оны сақтану керекпіз. Ол не, қалай сақтанамыз, оның айырмашылығы не дегендей. Яғни уәйл дегеннің мағынасы сондай екен да. Негізі уәйілді былай түсінсе де болады сияқты, мына енді жаңағы негіз қарғыс деп қабылдау керек қой, бұл арабтың тілдік несінде қарғыс қой. Мысалы пайғамбарымыздың енді қарғыс демей қой, пайғамбарымыз былай тікелей қарғыс айтпаған, теріс бата деп айтады қазақшада. Мына Қағбаның маңында сәжде жатқан кезде жаңа сойылған түйенің келіп жаңа шек қарын ақтаратын бір оқиға бар ғой. Сол жерде пайғамбарымыз тұрады дағыны орнынан тұрып, енді қатты бұл қорлық қой негізі. Бұл әрекет публично жасалады да. Мына Қағбаның маңы деген сөз бір алаң сияқты, площадь сияқты жер ғой. Бүкіл адамдар өтетін. Прямой эфир дейсің ғой. Сондай немесе 19 миллион халық көретін бір арнадан сізді қорлап жатыр деген сияқты. Пайғамбарымыз соны жасаған кісілердің атын атайды ғой, 7 ма 8 кісінің. Есім атап тұрып. Утба кім деп жаңағы. Онда қарыс болғанда бір Аллаға тапсыру. Аллаға тапсыру деп айтады. Осыны енді сахабалар айтады, пайғамбарымыздың осы дұғасын біз қалай жүзеге асқанын көрдік деп айтады. Қабыл болған 7-8 жылдан кейін өте ит өліммен өледі жаңағы кісілердің барлығы. Біреуі жаңағы Әбу Лахаб үйінде сасып жаңағыдай қараусыз қалып өледі. Енді осы жерден мен айтайын деген, пайғамбарымыздың өзінің теріс батасы осындай болатын болса, нәтижесі оңай емес та енді. Аллах Тағала мына жерде қарғыс айтып отырса, бұл шынында өте ауыр нәрсе, адамды қорлау деген нәрсе. Бұдан кәдімгі категорично тыйылу керек, бұған жолауға болмайды деген бір не алатын сияқтымыз да. Одан да ауыр бір мағына жатыр дейсің ғой, терең. Өте ауыр. Безіңдер деген сияқты ғой. Алдарына қарамай қашыңдар бұл саладан, бұл сипаттан деген бір мағына жатыр ғой да сонда. Енді хумаза мен люмазаның айырмасына байланысты не айтасыздар, мысалы айырмас тәпсірлерде қалай келеді? Енді біріншісі жаңағыдай сөзбен айтпаса да қимылымен,
ең не алғанда жаңағыдай Ишарамен. езуімен көзімен болса да қас қимылымен біреуді жаңағыдай қорлап тұру, қорлау немесе мазақ ету. Ал енді екіншісі жаңағыдай сыртынан сөз тасу деген деп келтіреді ғой. Енді бұл жерде сол ең маңызды мен көңіліме жаңағыдай қатты әсер еткен адам болып тұр ғой, қайтадан сол адам мәселесі ғой. Адамның абыройы, адамның қадір қасиеті қаншалықты дінде сақталған. қасиетті екендігі. Дінімізде ол жерде жаңағыдай ерекше көңіл бөлінетін адамның қадір қасиеті. Оны қорламау. Ана қазақта бір жақсы сөз бар ғой, кісінің көңілін жығу қағбаны жығумен пара-пар деген. тура сол ғой. Ар намысқа, көңілге. Иә. шариғат. Адам ішінен қасиетті ұғымдардан да адамның абыройы, намысы биік тұрады деген бір жақсы ой бар да. Енді қазір қоғамда баршамызға ортақ буллинг деген нәрсе бар ғой. Буллинг, кибербуллинг. Кибербуллинг деп айтып жатады. Өлімге итермелеу. Әлеуметтік желі арқылы адамны қысым көрсету, комментарий тастау немесе мектептерде орын алады деп жатады мәселе. Иә, балалардың арасында қысым. Жаңағыдай адамға қатты әсер ететіндігі айтылады ғой. Намысына тиіп. Жаңағыдай жай емес, мына әлеуметтік желідегі адамдар кәдімгідей өмірден түңіліп, жүйкеге салмақ түседі. Иә, жүйкесі соншалық салмақ түскен, өзіне өзі қол жұмсап жібереді. Бұл жерде адамның қоғамда тіл тигізу қаншалықты ауыр екенін байқалады. Бұл жерде де сол уайылға келіп тұрған сияқты ғой сол нәрсе, иә. Яғни Алла тағала өз әр сүресін мейірімділікпен бастаймыз біз. Алла қаншама 99 есімін білсек, кейбір хадистерде 1001 есімі бар деп айтып жатады. Соған қарамастан Алла тағала ең мейірімді, бізге мейірімін үнемі шашып тұратын Алла тағала жаңағыдай ауыр сөзбен бастауы, сол өзінің туындысын, өзінің жаратқан жеке дара әрқайсысы жеке туынды болған Алланың ар намысын сақтауға бағытталған қатаң сөз болып тұр ғой. Негізі жаңа үндемей қорлап тұру деген нәрсе. Оғарыңдар деп. Иә, өте бір қызық логика айтылды. Иә, әдемі. Жаңа үндемей тұрғаннан деген шығады, мына өмірде кездеседі. Кейбір адамдар сізге сөйлемейді, бірақ сізді қорлап, сіз менсінбей тұрғанын сезесің. Ол мимика да жасамайды да. Бет әлпетінен де бір қозғалыс байқалмайды, бірақ біліп тұрасың. Менсінбей тұрады, қорлап тұрады. Бір ана дүниені бір бұйым көріп, құндылық көретін адамдар болды өмірде. Солардан көбірек байқалады негізі. Немесе басқа құндылықпен негізделетін, яғни құндылығы бөлек адам да солай да. Өзінікін дұрыс деп санағаннан кейін басқалардың теріс. Олай болатын біз теріс болғаннан кейін ол 100% сенімді де, ол тозаққа бір баратын сияқты болып тұрады. Одан бір отторжение бар да. Ол прям энергетический деңгейде саған әсер етеді. Ал енді хумаза мен люмазаға қатысты көптеген пікір бар екен де негізінде. Ол былай бөлген. Хумаза деген яғни бұл сөз арқылы болған, ғайбат айту мәселесі дегенде адам жоқ, артынан айтасың. Соны хумаза деген. Жоқ, біріншіден 5-6 пікір бар екен. Бір-бірімен араласып кете береді екен. Екеуі өте мынандай бір-біріне өте жақын синоним екен. Мәндес сөздер. Мәндес сөздер. Бір мағынада деп айтылған, қалай болса да, соның бірнешеуін айтуға тырысайық. Бірінші хумаза деген ол арттан жаман айту. Адам жоқ, сыртынан. Жоқ кезде оның сыртынан сөйлеу. Адам бұл шариғаттың бір кереметтілігі ғой. Сен жоқ болсаң да сен құқығыңды қорғап қойғандай. Енді өз жоқтың көз жоқ деген ол шариғатта ол заң емес. Шариғатта өз жоқ па? Алла тағала үкім бекітіп қойды, оған болмайды айтуға. Дұрыс. Жоқ болсын, бар болсын. Адам деген статус беріп қойды. Оның ар намысы бар. Оның жаратылған өзін бір Құдай тағала берген бір беделі бар. Оған зиян тию харам да. Енді қағбаны жығатын деңгейде бір үлкен күнә ғой. Ғайбат деуге болады ғой. Ғайбат. Адам артынан оны ренжитін деңгейде бір сөз айту да. Енді лумазаға да қатысты нелер бар. Ол оны жамандау. Көзінше ме? Жоқ, көзінше болсын, жоқ болған кезде болсын. Мысалы, ғайбатпен оған зиян тигізетін сөздер бар ғой. Басқа да форматтары бар. Мимикамен істеу, ол сөз болмаса да. Немесе бір іс әрекетпен оған артынан зиян келтіру. Яғни осы сөздердің барлығы мағыналас екен да. Бүткіл мағынаны бүйтіп қарайтын болсан, бір нәрсеге бірігеді. Хумазада, люмазада. Біреудің ақысына кіру харам. Ар намысына. Сөз арқылы тию харам. Жоқ кезде артынан бос сөйлеу харам. Оған ұнамайтын сөзбен ол жоқ кезде басқа біреуге бөлісу, ол да арам. Шариғатта рұқсат емес. Яғни
осы мағыналардың барлығын хумаза мен лумаза өзі қамтиды екен да. Оның ішінде сөйлемесе де мимикамен де болмайды, ыммен де болмайды, немесе бүйтіп ишарат көрсетіп мен ананы көрдім ба пәленше деген сияқты ондай бір сондай ниетке байланысты әрине. Егер сондай ниеттен болса, онда уәйілдің астына кіре береді екен да адамдар. Бұл мағынасы бүгінгі таңда мен айтар едім, бұл сондай бір үлкен күнә, бір проблема бар бізде аға. Қандай? Күнәға үйрену деген нәрсе бар да. Адам бір өтірік айтқаннан кейін екіншісі өтірік айту жеңіл сияқты болып қалады ғой, басында бір ұялып ыңғайсыз болған сияқты болса. Ал енді бүгінгі таңда бұл бір бедел сияқты бір не уақыттамыз да. Енді кей кезде былай деп айтып жатамыз ғой, ғайбат болмасын деп әңгіме бастайтындар болады. Немесе Құдай өзі кешірсін деп қойып, ғайбат болмасын, бірақ айтады да, бірақ ондай да аузымыз көпіріп тұрып дейсіз ғой. Енді бұл басқа хадистерде айтады ғой, бауырының етін жеугенмен тең дейді ғой. Оны хумаза деген да. Ол ғайбат таза, хумаза. Абай атамызда да келеді, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, малшашпақ. Өсек, өтірікке осы келетін сияқты да. Сыртынан сөйлеу. Бекер, малшашпаққа да кіреді да, өйткені оның ішінде де ахладаға да сол осы жерге келетін сияқты. Енді қанша тыйса да бәрібір бұл нәрсе бола береді ғой, мәселен да. Болып жатыр дейсіз ғой. Жоқ, айтайын дегенім, қанша не алса да өсек тоқтамайды ғой. Мәселен да, мәселен бір ғалымдардың айтқан сөзі бар ғой, жұрттың сөзінен құтылам деп ойлама дейді ғой, сен тұрмақ пайғамбарға, сен тұрмақ Аллаға тіл тигізеді жұрт дейді ғой. Енді осыдан қалай қорғануға болады? Мәселен, енді ол шабуыл болады бәрібір. Сонда қалай қорғануға болады? Қызық нюанс екен да. Осын бір ғалымдар былай деп айтады екен да, арқаңнан сөз ерсе, жамандайтындар болса, өмірің бекер өтпеді деп айтады екен да. Яғни жай жатқан адамды ешкім тіл тигізбейді. Бір даму болса ғана жұрттарда бір іштарлық пайда болуы мүмкін. Сөз айтады. Жұрттарда жаңағыдай бір бақталастық болуы мүмкін деген секілді да. Бұл өмірде қатар жүре беретін дүниелер екен да, жаңағыдай. Қалыпты дүние дейсіз. Сіз ешкімге тиіспесеңіз де, ешкімге Алла жібін аттамасаңыз да, біреуге жақпайсыз бәрібір. Біреу тиіседі сізге. Тікелей келіп болмаса да сыртыңыздан жаңағыдай тиіседі. Бұл жолға шыққан кезде соған уже ниет етіп жүру керек қой. Мен ана бір енді әлеуметтік желіден оқып жатамыз көбінесе. Бауыржан Момышұлының бір оқиғасын оқып таң қалдым да. Жанындағы жүрген хатшысы бір күні жаңағыдай күнделікті әкелетін газетін берместен жаңағыдай ұстап отырады. Не болды десе, жаңағыдай әкел деп қараса, жаңағыдай тапсырыспен жамандаған бір мақала шыққан болады. Сөйтіп жазушылар одағына барып, жаңағыдай коридорда барлығы жаңағыдай не болады екен десе, түк болмағандай жаңағыдай жарқын әңгімелесіп, сөйтіп жаңағыдай есіктен арғы бетінен жаңағы тапсырыспен жазған жазушы шыға қалады да, қорқып кіріп кетеді ғой. Шақырып алады. Сөйтіп қолын жақсылап қысып, оқыдым, жарайсың, ана басқа шығармаларынан қалғанда мынауың тәуір екен деп шығарып салады ғой. Жаңағыдай бұғып қалмау. Жайсыз сөз айтқан кезде жаңағыдай психологиялық жасып қалып, психологиялық жағда қысымға емес, жоқ, жігерленіп, маған сын айтылып жатса, демек бағытым дұрыс екен деп жаңағыдай бұндай сөздер қадам жасай беру керек деген. Қамшылау керек дейсіз ғой бұндай сөздер. Әсіресе жаңағыдай осы дұрыс бағытта кетіп жатқан кезде сын айтылу ол заңдылық екен да. Бұл енді сол ғалымдардың сол сөзі маған қатты әсер етті де. Сен тұрмақ пайғамбарды Құранда 3 жынды деді, ақын деді, сиқыршы деді деп айтады. Сосын айтады, Алла тағаланың өзін 3 деп айтты ғой дейді. Сен кімсің деймін. Оның қасында кімсің дейді ғой. Ол қалыпты жағдай дейді. Құдайдың өзіне жала жапты дейсіз. Түбегейлі бұндай нәрсе болмасын деген еш уақытта ондай ойда болма дейді. Оған дайын тұру керек дейді. Тек бұл сипаттан сақтану мәселесі. Сақтану әрі келген қатарына кетіп қалмау. Соққы заңдылық. Бұндай нәрсе заңдылық деп қайта тұра білуді үйрету деген секілді да. Кейде болады мына қоғамда кейбір орталарда, немесе кейбір коллективтерде бұл қалыпты дүниеге айналып кетеді, жаңағы кісінің артынан сөйлеу, өсек айту деген. Сол жерде жүрген кезде кейде соған еріп адам кетіп қалады да. Бұл сүре бізге осыны еске салатын сияқты да. Бір ес жиғызады. Енді әрбір Құранның аяты сол ғой.
негізгі құндылықтарды қайта жаңартып қайта санаға құйып отырады. Енді мына осы хумаза люмазаға байланысты жаңағы айтып жатырмыз ғой, түрлі пікірлер бар деп. Енді солардың көпшілігі бір 10-ға жуық нелер бар екен, жалпы көзқарастар. Енді соларды жылдам былай айтып өтсек, мысалы кейбіреулерінде айтады екен, адамның бетпе-бет отырған кезде бетіне айту дейді да, мысалы кемшіліктерін, сен бүйтіп едің ғой, сөйтіп едің ғой деген сияқты. Хумаза деген сол мағынаға келеді. Люмаза деген кетіп қалғаннан кейін артынан айту деген мәселеге келеді дейді. Немесе хумаза сол жаңағы адамдардың арасында отырған кезде айту, өзі туралы. Кетіп қалғаннан кейін ата бабасы туралы айту дейді да оны. Жаңағыда люмаза деген. Бұл пәленшелер, бұлар бабаларымен сондай болды. Сол рулар сондай деген сияқты, былай айтқанда трайбализм дейміз ғой, ауру бүгінгі таңдағы терминде қолданылады. Осы нәрсеге де жаңағыдай ишарат жасайды. Немесе адамдардың арасында хумаза ру болса, мынау люмаза дегеніміз жаңағыда қасымен, көзімен жаңағыда ишаралап, мазақ қылып, көзін қысып, аммен солай жасау. Енді бұл біз енді бұл сүре жаңағы меккелік кезеңде түскен сүре болғандықтан басында бұл нәрсені пайғамбарымызға пайғамбарлық келген кезде меккелік жаңағыда атқа мінерлер бір қатты бір менсінген жоқ, былайша айтқанда сонда бір үлкен нәрсе болады деп ойлаған жоқ олар. Басында бір ойын сияқты, бейшара осындай пайғамбарым деп айтып жүр, ана Әбу Тәліптің жетімі сөйтіп айтыпты деген сияқты бір әңгімелерді айтты. Бірақ уақыт өте келе, біраз уақыттар ауысу арқылы бұлар көздері жете бастады, жаңағы бұл бір серьезный нәрсе былайша айтқан кезде. Енді бұған санасатын бір мәселе болып келе жатыр. Бұған қалай жасаймыз деген кезде сол жаңағы Мутаффифин сүресінде де келеді ғой. Бұлар үйлеріне кетіп бара жатқан кезде әңгіме қылатын еді, өз араларында отырып күлетін еді, жаңағы қас көздермен ымдайтын еді деген сияқты. Енді бұл жерде сол ядахакун деп келеді, ятағамазун деген сияқты. Осы нәрселердің барлығы былайша айтқанда өздерінің арасында әзіл әңгіме болады ғой. Мысалы бір нәрсені әзіл әңгімеге айналдыру. Әсіресе мысалы бір тура жолда, дұрыс жолда жүрген адамның өмірін бір біздің тілде айтамыз ғой, әзіл қалжың аралас бір қысқа нұсқа анекдот дейміз ба, сондай нәрсеге айналдырып алып айту. Бұл да осы хумаза мен люмазаның ішіне кіріп кететін нәрсе да. Сол үшін енді бұндай сипаттарға адам өзінің бойына алып алатын болса, онда бұл бейне бір жаңағыдай іблістің жаңағыдай әскеріне қосылғандай болады. Неге деген кезде, қалай деген кезде ең алғашқы адам атаны менсінбеген ібліс еді. Бұл адамды мазақтау қайдан туады? Адамды мазақтау менсінбеген кезде туады да. Егер бір адам менсінбей тұрса, ол міндетті түрде жаңағыдай мазақ қылады, тиіседі, бір жерін сөз қылады деген сияқты. Жаңағы өзіңіз басында айтып кеттіңіз ғой, суретке күліп жатсың ба, әлде суретшіге күліп жатсың ба? Егер суретке күлсең, сен Алла тағаланың бір туындысын менсінбей тұрсың. Егер суретшіге, қалай жаратқан деген сияқты. Ал егер суретшіге күліп тұрсаң, онда сен үлкен бір отпен ойнап тұрсың деген мағына. Сол үшін жаңағыдай ібліс те сол нәрсені жасап, ол топырақтан жаралды, мен оттан жаралдым деп жаңағыдай өзінің бір өзіне тән болмаған, өзі алып алмаған нәрсесімен мақтанып, сондай бір нәрсеге апарды. Сол үшін бұл жердегі хумаза, люмаза да осындай мағынаны қамтитын бір сөз екен. Енді бұндай сипат кімде бойында болса, Алла тағала жаңа айтып тұр, уайл, ол сондай бір өкініш, арты бір қасірет болады деген нәрсеге. Енді хумаза мен люмазаны қарасақ, екеуі де тілмен жасалатын әрекет қой. Яғни сондай бір жүгіріп те, терлеп те, ондай бір істейтін нәрсе емес, ораза ұстаған сияқты ашығу да керек жоқ ол үшін. Бұған бел ауырмайды дейсің. Бел ауырмайды. Тек сондай бір результат береді күнә жағынан. Бәлки іс әрекетпен сен 5 жыл жүріп қолмен ондай күнә істей алмайсың да, тілмен 2 минуттың ішінде соның күнәсін ала аласың да. Сол жаңағы боулинг деп айтып жатқаны сол нәрсе ғой, жаңағы кибербуллинг деген мысалы шабуыл жасайды комментарий арқылы, әлеуметтік оған бір қиналып жол жүріп жатқан жоқ, еңбектеніп жатқанда отырды да клавиатурамен тере салды. Ол ана жақтағы адам психологиясына қалай әсер етіп жатыр, ол бір нәрседен шаршап жүр, өзі ойланып бір қиналып жүрген адамға жаңағыдай комментарийлердің келуі де бір қатты соққы болады, кейін өзін өзі жаңағыдай өлімге итермелеуі мүмкін деген сияқты нәрсе. Өйткені негатив бәрібір әсер етеді, оны адам болғаннан кейін сеземіз ғой. Бұл жолға шыққаннан кейін сөз деген ол тұрмайды. Оны естейсің, ол уже
нормальный нерсе кабылдайсың. Тек бумен жұмыс істеу өтө маңызды да. Оны иштен чыгара алуу, өйткөнү ол баары бир отурат көңүлгө. Оны көңүлдү тазалау. Бул айткан кезде азыр биз мән бермеу. Сол энергияны динге кызмет этип үлкөн бир жобалар истегенден көрө бири-бирибиз алысып, бири-биримизден болгон негативди тазалоого энергиябыз кетип атыр го. Биз бири-бирибиз менен алек болуп калдык го. Үлкөн бир маселе. Азыр радикализммен күчөйтүүнүн өзү сондай го. Энергияны бир негиз тийиштүү жерге жумсаудун ордуна сонун күрөсүүгө жумсоо. Хазрет Алидин бир жакшы сөзү бар экен. Саған сын айткан адамга үндемеуң жактастарыңдын санын көбөйтөт деп айтат экен. Кей кезде бір жақсы сөз бар ғой, жаңа біреуге саған балшық лақтырса, сен балшық лақтырсаң, ол тимеуі мүмкін, бірақ қолың былғанады деп айтады ғой. Жаңағыдай Хазірет Али сондай бір керемет сөз айтқан екен. Зияны болады дейді ғой. Тең емес адам немесе жөнсіз адам айтылғанға әрбір шариғатта айтады ғой, әр айтылған сөзге жауап беру шарт емес дейді ғой. Реті болады, жөні болады, кезі болады деген секілді да. Хазірет Алидің сол сөзінің керемет сөзі бар. Айтылған адамға үнсіз қалсаң, сенің жақтастарың саны көбейеді деп, сені қолдаушылар көбейеді деп. Машалла. Мына хумаза бүгінгі таңда қалай көрініс табады? Бәлки бүгінгі таңда бұл күнәнің прям бұл ғасырда амал етілген сияқты бір дәуір жоқ шығар. Дәл, сондай, рас. Өйткені бұрында не еді? Бұрында адам артынан сөйлесенде басқа біреуге қойсай деп айтар еді. Қазір оны желі дамыды, технология дамыды. Оны бір әр адам өзі колокольнясынан бірдемке айтады, айтқан кезде де ескермейді, әдепсіз, маман емес, ол әңгіме айтып тұрған салада, яғни тисе терекке, тимесе бұтаққа аузыма келген сөзді осы екен деп жаза берген бір дәуірдеміз да. Сонда бір психологиялық бір не сияқты да, әсер, мәселен біреуді жамандаған кезде келесі адам соны өрбітеді екен да. Әлеуметтік желіде байқасаңыз, мән-жайына тоқтамайды. Келесі сәл беделді-ау деген, соның сөзіне тоқтайды-ау деген адам қарсы пікірді білдірген кезде барып адам тежелетін сияқты қоғамда. Әйтпесем жаңағыдай анан келесі бір сөздермен лаулатып әкете береді дейсіз. Иә, ондай доғару керек, не пәлет деп жазып кете береді. Не болды, не жағдай деген сияқты анықтау. Бұған қалай ойлайсыздар? Себеп не? Біздің критикалық ойлауымыз ба, әлде қоғамда бір-бірімізге деген бір түсініспеушілік, бір сауаттың әсері бар ма, тәрбиенің әсері бар ма? Меніңше бір фактор мынау сияқты. Әлеуметтік желіде қазір біз былай дистанционно қарым-қатынас жасаймыз ғой, сол кезде айта салу оңай да, біреу жайында. Белгілі бір жауапкершілік жоқ. Жауапкершілік жоқ. Мысалға, көзін көрмеген екен, еркін су деген бар сияқты. Еркін су бар. Перденің артында тұрып айта салу. Неге сен бұлай айтасың деп, ол келіп жолығып сізбен сөйлесетін ықтималдық төменді, одан кейін жауапкершілік жоқ. Сосын нетсе блоктай салам деген бір ар жағында бір план тұрады да. Содан кейін де бір жауапкершілік жоқ сияқты. Ондай нәрсе бар сияқты да. Енді жаңа сіз өте бір маңызды мәселе айтып кеттіңіз. Жалпы бұл нәрсе енді қарап отырсақ сүренің тарихына, түскен уақытына, кімге хумаза, люмаза жасап атқанын, сахабалардың арасында бір-біріне хумаза, люмаза жасап атқанын байқамаймыз да. Бұл сахабаларға сендер бір-біріңе осындай жасадыңдар деп айтып түсіп тұрған жоқ. Бұл сахабаларға қарсы шыққан бір қауымға қарсы айтылып жатыр да. Міне көрмейсіңдер ме бұны деп. Бірақ бұл бүгінгі таңда бүкіл мұсылмандарға қатысты болып кетті. Енді осыған қатысты енді бұл Хумаза сүресі басында түсті ғой, бұл ненің меккелік кезеңнің. Енді бұдан кейінгі түскен сүрелердің ішінде де дәл осы дерт мұсылмандардың арасындағы осы рухани ауру кейбір сүрелердің ішінде де бір тілге тиек етіледі. Мысалы Худжурат сүресі бір әдеп сүресі деп айтамыз ғой, көркем мінез сүресі. Осының ішінде кәдімгідей осыған арнай тоқталады. Сол жерде бір аятта, Худжурат сүресінің 11-ші аятында бір сөз қатты жаңағы әсер етті. Сіздің жаңағы айтқан бір ойыңызға қатысты, осы жерге бір не басатын, мөр басатын сияқты. Былай дейді екен: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, ла ясхар қаумун мин қаумин. Бір қауым бір қауымды мазақ қылмасын. Бұл жерде қауым деген кезде бір әлиф ләммен келіп тұрған жоқ, бұл жалпылама, жалпы. Үш адам болуы мүмкін, екі адам болуы мүмкін. Ол белгілі бір топ болуы мүмкін, белгілі бір ұлт болуы мүмкін, класстас болуы мүмкін, ол немесе студент, курстастар болуы мүмкін. Әріптес болуы мүмкін. Иә, сондай. Қандай бір қауымды мазақтамасын. Аса айякуна хайра минхум. Кім біледі, бәлкім ол мазақтап жатқан, мазақталып тұрған қауым мазақтап жатқандардан әлде қайда қайырлы шығар.
білмейді ғой оны. Және айрықша бір нәрсені айтып кетеді осы жерде. Уала нисаун мин нисаин. Негізі жалпылама иман келтіргендердің ішіне әйел адамдар да кіріп тұр ғой. Бірақ әйел адамдарды бөлекше алып шығып айтып жатыр да. Өйткені енді мысалы бір мына қазақта бір жақсы сөз бар. Ана айтады ғой ер адам, ер мінезді деген кезде бұл әйел ерге де қатысты деп айтады да. Егер жыныс емес. Иә, жыныс емес бұл адам рухына. Сол үшін мына нисаун мин нисаин деген жерде кейде ер адамдар да сол әйелдің бір мінезіне ұқсап кетеді да, жаңағыдай. Адамдардың сыртынан сөйлеген кезде, әңгімені айтқан кезде, сонда соған ұқсап кетпес үшін, егер де осындай нәрсе болса, бәлкім ода да сондай бір әйелдік сипат бар. Себебі әйел адам эмоцияның адамы. Сол үшін ер адамға Алла Тағала жаңағыдай нені берген да, жаңағыдай парасаттылықты, басқаруды, суыққандылықты. Сол үшін бұл жерде әйел адамды бөле қарайды да, аса якуна хайра минхунна, бәлкім ол хайырлы шығар, мазақталып жатқан. Одан кейін мына жерде ең маңызды сөз вала талмизу анфусакум дейді. Өздеріңді жаңағыдай айыптамаңдар, кемсітпеңдер. Неге бұл жерде? Қазақша айтқанда боқтамаңдар. Иә, боқтамаңдар дейді да, былайша айтқанда. Енді бұл жерде айтып тұрған жоқ, ба'дукум ба'да деп тұрған жоқ та, бір-біріңді деп тұрған жоқ. Анфусакум дейді да, өздеріңді. Бұл неге ишарат жасайды? Мұсылмандар бір дене дегенге ишарат жасайды да. Егер бір мұсылманды мазақтап жатса, онда ол өзін мазақтап жатыр деген сөз. Сол үшін жаңағы анау бір исламды бір жерге түсіндіруге бір 3 кісі барды дейді ғой. Исламды демейді, жалпы соған салыстырып айтады. Үндістанға барыпты, пілді көріп кепті, 3 соқыр. Сөйтіп біреу аяғын ұстапты, біреу құлағын ұстапты, біреу жаңағыдай мұрнын ұстапты дейді. Қайтып келіпті. Сөйтіп ел сенбейді дейді да үшеуіне. Сендер бір-біріңді жетелеп барып келдіңдер ме сонда деп? Иә, біз барып келдік. Не көрдіңдер? Ал біз елде жоқ не бар екен? Піл бар екен, пілді көрдік. Ал айтыңдаршы десе, біреу пілдің аяғын ұстаған, піл деген үлкен бөрене екен деп айтты дейді. Сөйтсе екіншісі құлағын ұстаған, сен өтірік айтпашы, ол піл деген жапырақ қой деп айтты дейді да, құлағын ұстаған, үлкен жапырақ. Екінші, үшінші біреуі, үстіне мініп көрген біреуі, ол үлкен бір жаңағыдай диван сияқты екен деп айтты дейді да, жаңағы отыратын. Сөйтіп ондалар тыңдап тұрғандар, сендер үшеуіңді өтірік айтып тұрсыңдар дейді. Дәл сол сияқты егер де мұсылмандар бірін-бірі айыптаса, бірін-бірі мазақтаса, онда сырттан қарап тұрған адамда айтады да, сендер өз-өздеріңмен мәселелеріңді шешіп алыңдар. Пәтуасы жоқ адамдар. Содан кейін бізге келіп жаңағыдай әңгіме айтыңдар деген нәрсені айтады. Сол үшін бұл жерде осы аятта да, осы хумаза, лумазамен байланысты Худжрат сүресінің аяты, өздерін кім бір мұсылманды айыптаса, ол өзін-өзі айыптаған деген нәрсені айтады. Енді осы араға бір қатысты ой айтайық. Жалпы маңызды ғой бүгінгі таңда не істеу керекпіз? Біз мұсылман ретінде иман еттік Алла Тағаланың кеңшілігіне, шариғаттың кереметтілігіне, бұл хумаза мен лумаза деген сипаттың үлкен күнәға себеп болатынына. Тек бұны ауызша теорияда иман етіп, практикада амал етеміз да. Теорияда да харам деп айтамыз да, практикада прям халал сияқты амал етеміз. Ол үшін не істеу керек? Өзіміздің ауыздан шығатын сөзді фильтровать етіп үйрену керек. Бөгет қойып үйрену керек. Біріншіден, жаман атаулы сөзді айтпауға тырысу керек. Ол ғайбат болсын, немесе бір затты жамандау болсын. Яғни негатив деген бір атауға қазір танымал ғой. Яғни мүмкін болса, өзіміз негатив сөйлемеуге әдеттендірейікші. Жай. Бір апта бойы қатты көңіл бөлетін болсақ, үйренеміз. Шын бұл мәселені өзіміз жекеде тыныш дейсіз ғой. Иә, ол өзіне де жақсы. Ең бірінші өзіне жақсы. Былтырлары бір оразды осындай бір мәселе болды да. Қанша процент сөйлеймін, қанша процент сөзім менде как бы пайдасыз. Не то что пайдасыз, зиян делік да, күнәға итермелейді. И байқайтын болсақ, біздің комментариіміз, кейбір сөздеріміз шынымен үлкен зиянға келеді. Біз оны ойланбаймыз да. Біз ниетіміз үйреніп қалған, оны бір күнә деп те қарамайтын болып қалыппыз да. Қалыпты жағдай сияқты қарап қалған. Оған біз саналы түрде өзімізді тежеп, шегеп, шығатын сөзімізге бір барьера қоятын болсақ, да, қиын болады екен басында. Айтқым келіп тұрады, ойлаймын айта салайын ба деп бір құршын қанатындай бір болып тұрады, осы сөзді бір іліп жіберсең арасына. Вот содан бастап өзімізді тия бастасақ, үлкен бір берекелі нәтижеге барамыз. Біз енді иман еттік. Алла Тағала бұл тыйымнан сондай бір ауыртпалық күнәсі бар. Күнәсінен бұрын қоғамды социум ретінде ыдырататын бір себебі бар. Біздің де қазір етегімізді жинай алмай айтқан себебіміз сол да. Рас. Яғни біз бір болайық деймін бе, айтайық та, айтқаннан бұрын істегеннен қайтеміз. Бірінші сөйлейтін сөзіміздің дұрыс. Енді хадисте айтылады ғой, не жақсылы сөйле, не үндеме дейді да. Осыған амал етейік та, сол кезде мына хумаза мен лумаза сипат өзі қала береді да.
кейін барып мимиканы реттеп аламыз, кейін оны тіпті жаман ойлаудың өзі де қатты келмейді екен да. Екеуі подружка ғой, бір-бірін шақыра береді. Біреуін жасаған адам екіншісі оңай болып қалады ғой. Кеп тұрады ғой өзі. Екінші аятқа ақырындап көше береміз ғой, бірінші аят бас аяқ түсінікті болған сияқты. Екінші аят аллази жамаға мәлі уа аддада. Олар мал мүлік жинайды және соны қайта санағыштайды. Былайша айтқан кезде дүниеге құштарлықты бір қарағанда айтып тұрған аят. Бұл аятқа байланысты не айтуға болады? Жалпы араб Құран тілі синонимға бай тіл ғой. Жаңағыдай ұқсас сөздер кей кезде мына Құранның қазақша мағыналарында да ол толыққанды жеткізілуі қиындау болады. Сондықтан осындай тәпсір өте маңызды. Мәселен, мал деген сөз қазаққа сол қалпында енген ғой. Біздің тілге, тұрмысымызға аман саулық сұрасқан кезде де мал жан аман ба деп бастаймыз. Мал жан аман ба деп. Шағрауидің айтатыны бар, мал деген сөз бейімделу, адам соған бейім, мәле ямилудан, жалпы дүние сол дейді, адам жақын кім қаласа да соған тартылып тұрады дейді. Қартайған адамда кетәрі болмайды оған. Иіліп тұрады. Бар адамда кетәрі болмайды. Тартып тұрады дейсіз. Болса да адам құмартып тұратын дүние дейді. Әдемі анықтамыз. Осы жерде мәселен әлләди жама мәлі уа аддада, яғни ең дертте болса, ең өзекті мәселе де осы дүниеде. Мына Ибн Сирин табиғин ғалымның бір керемет сөзі бар. Ол сол өзінің дәуірін айтады. Біздің заманда мұсылманның ең мықты қару-жарағы дүние дейді. Ол былайша айтқанда дүниеге қай ракурстан қарайды, сол мәселе шешілу керек та. Мына жерде жаңағыдай дүниені үлкен кінәлі адамның сипаты ретінде көрсетіліп жатыр да. Дүние жинайтын және санайтын, яғни қоңыз секілді. Жинай береді. Не өз пайдаланбайды. Әр малдың тезегін жинай береді. Сонысына масаттанады, сонысына мәз. Сараңның ең үлкен сараңы сол дейді ғой, біреуге бермек түгілі өзіне жұмсауға қимайды деп айтады. Бір Европада 18-ші ғасырда ма бір әйел сол сараңдығымен қатты танылған екен. Өте бай, баласының аяғы сынған, соны емдетуге сараңдатып, ақыр баласының аяғын кестірткен екен. Сосын өмір бақи бір кебіспен өткен. Аз тамақтанатын. Америкада сияқты ютубта бар ол. Анау дүние сондай бір күш-қуат береді, сондай бір ләззат береді, жаңа оны пайдаланғысы келмейді. Қарап отырғанның өзіне ләззат алады дейсіз ғой, санап. Аддада мына жерде. Санау. Солмен өмір сүреді да. Сол жаны тыныш. Бала-шағасына да қимайды ол. Басқа тұрмақ, өзіне де бала-шағасына да қимайды. Кеміп қалмаса екен деген. Сол былайша дүниенің құлына айналады да. Оның құдайы сол. Мал мүлкі дейсіз. Үлкен бір әулиенің бір сөзі бар ғой, жаңағыдай. Ел діннен шықты деп өлтірді деп айтып жатады ғой. Сендердің құдайларың мен табаным астында деп айтқан бір әулие туралы оқиға бар ғой. Мұсылман қауымына қаратып айтады ғой, сендер бұзылып кеттіңдер, сендердің құдайларың мен табаным астында деп. Діннен кетті, мынау құдай ұрды деп өлтірді деп, сосын кейін ақыр соңында сол жотадан алтын шықты деп айтып жатады ғой. Яғни дүниеге беріліп кеттіңдер, құдайдың мәртебесіне алып кеттіңдер деген секілді да. Дүниені құдай қылып алдыңдар дейді. Бұл жерде де сол әлләди жама мәлі уа аддада. Дүниені өзі жинай береді. Оны санайды дейсіз. Сол ешкімге бермейді, өзі де пайдаланбайды. Оны жұмсау шарт емес ол. Дүниеге құлдығы, оның санауы зікірі дейсіз ғой. Қайта санау зікір еткені ғой. Содан рахат алады. Одан көбемейді, бірақ процесс қандай рахат береді оған. Жан тыныштығын дейсіз ғой. Осы арада бір ойды айтып кетейікші. Бұл аятта жалпы дүниенің жағымсыз екенін айтып тұрған жоқ. О дүние адал. Жақсылыққа қолданса бай болу керек. Өйткені шынымен исламға қызмет еткен, пайдасы көп деген мал мүлкі барлар да исламнан туын көтерілуіне себеп болған. Олай болса жалпы байлық түсінігіге мұсылманшылық негативпен қарамайды, керісінше өте жақсы позитивпен қарайды. Құран хасана дейді. Ол мал мүліктің бір жаман сипаты емес, ол соны иеленген адамның сипаты да.
жөн жокко сону жинай берет, Куштар. максатсыз өзүнүн нәпсі кандыруу үчүн, жакшылык үчүн да жыйнап жаткан жок. Және де онду кумарланып санай берет, кеп санай берет. Ол уктатат адамдын өзүчө. Эми ол зикир болуп турго, неде мал мүлккө Кудай деп албагандан кийин оган зикир этет да. Зикири он саноо болот да. Бул сипаттын өзүн Алла Тагала жагымсыз экенин көрсөтүп тур да. Мынау не деди сол ғой. Таббат сүресінде Абу Лахабқа қатысты. Таббат яда Аби Лахабин ва таб деп келеді. Сол жерде Абу Лахабтың екі қолы құрысын деген жерде, бұл жерде екі қолы деп кәсібімен және мал мүлкі дейді ғой. Негізі Абу Лахаб менің, былай кейбір тәпсірлер айтады, Абу Лахаб менің құлым еді. Сол Абу Лахабты менің жолымнан, маған деген құлдықтан алып кеткен екі нәрсеге жаңағыдай екі нәрсе құрысын, былайша айтқан кезде мал мүлкі. Демек бұл жердегі мәселе мал мүліктің өзін ғана жаңағыдай сөгу емес, оны пайдалану жолындағы жаңағыдай Абу Лахабтың таңдауы арқылы сол нәрсеге теріс жолға бұрылуынан. Себебі мынандай деп айтады, жалпы дүниенің үш қыры бар, екеуі жаңағыдай сүйілетін қыры, біреуі жаңағы сөгілетін. Сонда сөгілетін қыры осы жаңағыдай мал мүлікті санау, ешкімге бермеу және өзде пайдаланбау болса, екі қыры бір жағы Алла Тағаланың әсмәсіне қарайды дейді да. Әсмәсі деген әсмаул хуснаға, мысалы Алла Тағаланың көркем есімдеріне, мысалы Алла Тағаланың біз осы дүниедегі раззақ сипатына қарап, жаңағыдай керемет ризықтарға қарап Алла Тағаланың раззақ екенін көреміз да. Сонымен сүйеміз, сол арқылы жақсы көреміз. Екінші бір жағы бұл дүние ақыреттің егістігі. Ақыретке ертең жауапкершілік бар. Сол үшін бұл дүниеде қаншалықты осы дүние арқылы ақыретке азық жинаса, соғұрлым ол жақта да жаңағыдай алатын сауапты салих аламалға жұмсау. Сонда осы екі жағын тастап қойып тек қана дүниенің өзін сүйетін болса, адамды құрдымға кетіретін нәрсе осы деп айтады екен. Негізі кез келген сүреде жалпы бір проблеманы қозғайды ғой, бір рухани дертті, жалпы дертті қозғайды. Мына жерде жаңағы хумаза лумаза деген дертті қозғады ғой. Сосын мына аят соның бір бұл енді бір психотип қой, адам белгілі бір адам сипаты. Мына аятта соның бір диагноз қойылып тұрған сияқты да. Ол кім деген кезде? Неге ол бір күннің ішінде өзі пенде бола тұра, өзі сияқты пендені менсінбей қалады? Неге бір күннің ішінде мұрын шүйіріп қалады? Бұның ар жағындағы мотив не деген кезде, бұл дүниеге деген құштарлық, дүниені жинай беру. Былайша айтқан кезде дүниені бір өмірде құндылық деп тани бастаған кезде бұл проблеманың бәрі басталады. Хумаза лумазаның маршрутына мінет деген бір не конечный остановка хумаза лумаза болады да. Енді бұрында басқа мәселе бар. Бұл Алла Тағала жаратқаннан кейін бүткіл әлемде белгілі бір ағыс бар. Жел ағат, су ағат, сол сияқты финанс та тұрқамау керек та. Финанс ол активный ағыста болу керек, қолданыста болу керек. Мұсылманшылықта ақша банкта сақталып тұру болмайды. Ол істе қозғалыста болу керек. Ал мыналар дейді, экономикалық қоғамдағы здоровый процесті тоқтатып тастайды да. Не істейді? Олар жинайды. Мал жиналатын дүние емес. Капитализм. Ол көп болу керек, но оборотта болу керек та. Яғни бұл мағынадан да бір экономикалық бір қауіп бар да. Жиналған мал мүлік ол біреудің кедейдің несі немесе ақысы болуы мүмкін, немесе экономикалық оборотта біреудің зияны да ол тұрып қалған ақша. Тоқтатып тастайды ғой. Зиян. Сол себептен мұсылманшылықта жиналу мәселесі емес. Циркуляция болу керек. Ол циркуляцияда болу керек. Үнемі бір жұмыста айналып тұру керек та. Ол бұл жағынан да экономикалық зияндықтан сақтап тұрған сияқты да бұл аяттың. Рас, бұл жалпы адамға ортақ, тек мұсылман емес, адамға ортақ ұғымда. Мынау бір атақты бір миллиардер сұхбат беріп жатыр да, сонда сіздің ақшаға, дүниеңізге көз қарасыңыз деп сұраған кезде осы нәрсені айтып жатыр да. Менің меншігім дейді, жарайды 20 миллион менің меншігім шығар дейді да. Мен қазір 200 миллионым болса дейді, соның 20 миллион менің меншігім шығар дейді. Бірақ қалған қоғамға айналып жұмыс істеу керек ол дейді. Сол кезде мен дүнием сақталады дейді. Сол кезде менің дүнием өсіп өнеді дейді. Мен қалған ақшаға жұмыс орындарын тауып беруім керекпін дейді. Мына жұрттар маған дұрыс пейіл сол кезде қалыптасады қоғамда дейді. Мұсылман емес адам айтып жатыр да. Мұсылман емес адам айтып отыр осыны. Бай адам ретінде функциям осы дейді. Шынымен дүниемді сақтағым келсе, мен жұмыс орнын ашуым керекпін.
солар жұмыс істеп күн көрсе менің ақшам берекем артады дейді көбейеді, ғой. әрі менің ақшам, солар менің ақшамның сақталуына мүдделі болатын солар дейді. Олар олар да біздің иә, компания бұл айтады, менің мәселен жұмысым деп қарайды. сапалы істеуге тырысады анау қызметкер, сол инженер болып оқып келуге тырысады, менеджер болуға тырысады, Иә. экономист болуға тырысады соның кәсіпорнында. Соны айтып жатыр да, мына дүние жеке мүддем үшін 20 миллион шығар дейді да, қалған қоғамға мен салуым керекпін дейді да. Сол кезде мен дүнием сақталып тұрады деп Жақсы айтып жатыр. көзқарас екен. Бұл мұсылман емес адам айтып отыр да. Демек дүниені қоғамда айландыру кез келген саналы Құдайын таппаған болса да мен салауатты өмір сүрем деген адамның дұрыс санадағы ой осындай болу керек. Финанстың маманы айтып тұрса болды ғой, онда тоқтау керек қой. Маман ретінде өз практикасымен дәлелдеген да. Келесі аятқа өтеміз ғой. 3-ші аятта яхсабу анна малаху ахлада. Жаңа тағы дүние туралы айтып отыр. Ол ойлайды дейді, жаңағы психотиптегі адам, дүние мені мәңгілік етеді деп санап ойлап қалады дейді. Адамда сондай сәл не бар ғой, сәл арқа кеңге салына бастайды ғой. Әдеттегіден көп ақша пайда болса, Босаң сыйбастайды. адам жадырап, күліп, жаңағыдай Дауысының тоны өзгеріп, жұмысқа деген жауапкершілік сәл босаңсығандай болып, жаңағыдай. Яғни дүниеге арқа сүйеу басталады ғой. Соны біз ғалымдардың айтатын сөзі бар екен, шын тәуекел қалтаңдағы ақшаға емес, Аллаға сүйену. Шын тәуекел сол. Кей кезде ақша бар кезде адам көңіл толып, жаңағыдай әдеттегі бір қарыздан құтқар деген дұғаларды ұмытып кетіп, сондай кездер болады ғой. Намаздан кейінгі дұғаларда да сәл тез бет сипап, еркін жүріп деген секілді. Бұл дүниенің адамға беретін әсері мықты екенін түсінеміз да. Өйткені бір кісі айтып еді, бізде өз еркімізбен қалтырса біз Құдай болуға кетер емеспіз дейді. Негізінде бәрімізде бар дейді ол. Амбиция бар. Біз мұсылманбыз, фараонымыз деген ол шариғатта жаман болып айтылғаннан кейін біз оны жаман дұрыс емес деп айтамыз дейді. Егер жеке қалтырса дейді, біз соны бір кетер емеспіз дейді. Ол бізде де бар потенциал да. Яғни эгоға тән нәрсе ғой. Өйткені мал мүлік ол әсер етеді. Етпей қоймайды. Яғни ол енді әсер етудің деңгейі де бөлек. Әрине әсері жүрекке кірмеу мәселесі ғой, ол бөлек дүние. Алайда оның лебі бар. Онымен егер жақсылыққа қолданатын болсан, онда жақсылықтың мыңдаған есігін тез ашуға көмектесетін бір жақсы құралды. Жаманшылыққа қолданатын болсан, онда жаманшылықтың сұлтаны не? Ол сені құл екенін ұмыттырып жіберетін бір несі бар да. Сені бір мәңгі жасасын бір жалған сезім береді. Мнемы бар ғой. Бір жалған бір сезім не беріп қояды, и біз алданып қала береміз. Өзін құдіретті сезініп кетеді. Енді фараон да бір күнде мен құдаймын деп айтпады ғой. Оған да белгілі бір бу бар да. Ол будың арқасында айтып тұр ғой оны. Ол шынайы бір сезім бе? Жоқ, өтірік сезім. Бір нәрсе айтқызып тұр оны. Ол жалған сезім да. Ол дүние егер ниетпен оның жақсылықта қолдану, Алла тағаладан бір оның берекесі, хайырлысын сұрамасақ, ол бізге жалған бір сезім беріп қоюы мүмкін. Осымен бір мықты боласың, осымен сен әсер етесің, осымен сен мәңгі боласың дегенде бір жалған сезімді беретін уәсуәсалардың мықтысы дейікші, азғырулардың. Енді былай қарап отырсақ, мына яхсабу анна малаху ахлада деп жатыр ғой енді. Ол ойлайды, сол дүние мені мәңгі қылады деп. Ол ой қайдан келіп жатыр негізі? Бұл мынандай нәрсе сияқты, мына адамның ішінде негізі жаратылған кезде бір нәрсені жақсы көруге деген бір сезім салынған да. Адамға қарап отырсақ, біз жақсы көреміз негізі. Жаңа өзіңіз айтқан сияқты, көлікті де жақсы көреміз, телефонды да жақсы көреміз, үйді де жақсы көреміз, ақшаны да жақсы көреміз. Бірақ Алла тағала бізге осы жақсы көру деген сезімді салды. Бірақ осы жақсы көру деген сезімді салу арқылы салуымен қатар оны сүймеңдер деп те жаңағы бізге кереғар табиғатымызға қайшы нәрсені бұйырмайды. Негізінде керісінше бұйырмайды. Бірақ қалай білеміз бұны бұйырмайтынын? Себебі ішімізде сондай бір керемет жаңағыдай сүйіспеншілік бар дүниеге деген. Бірақ мынандай бір қызық нәрсе бар. Қаншалықты сүйеміз, кез келген бір нәрсені жақсы көреміз, соншалықты азап шегеміз да іште. Қалай азап шегеміз? Ол уақытша екенін түсінеміз да. Бір кетеді.
бір күні ойласақ, мысалы қатты жақсы көретін бір досымыз бар, сол досымыздан айырылатынымызды ойласақ іштей азап шегеміз да. Бір жақсы көретін көлігіміз бар, сол көліктің бір күні кететінін ойласақ, немесе жақсы көретін үйіміз бар, соның кететінін ойласақ бір іштей азапқа түсеміз. Неге уақытша мына әлем, неге сондай айырылу бар, неге қоштасу бар, неге баянсыз деген бір азап бар да адамның ішінде. Енді бұл неден туып жатыр дейтін болсақ, мына адам кез келген нәрсеге мәңгілік деген бір не беріп алса, статус беріп алса, сол кезде жақсы көреді екен да, қатты. Сол кезде жақсы көреді. Себебі адамның ішінде сүюмен қатар мәңгілікке құштарлық деген бір сезімді берген да Алла Тағала. Мысалы қарап отырсақ, мәңгі болғымыз келеді, жаңағы билік болса да мәңгі болса екен дейміз. Өлгіміз келмейді, жақсы көретін нәрселердің қасынан кеткіміз келмейді, сонда бір мәңгілікке деген құштарлық бар. Бұл да Алла Тағаланың тарапынан бізге берілген нәрсе. Енді бұны қалай мәңгіге айналдырамыз дейтін болсақ, бұл егер де біз осы нәрселерді Алла үшін деп жасайтын болсақ, Алла үшін, мен дүниені сүйсем, Алла үшін сүйем, дүниені жұмсасам, Алла үшін жұмсайым, жақындарымды жақсы көрсем, Алла үшін жақсы көрем десек, онда біз осы жақсы көру сезімі бізге азап болмайды, дұрыс қолданылады. Ал егер де бізге Алла Тағала осы сүйіспеншілікті сен Аллаға бұрмайтын болсаң, онда міне көр, осы дүниеде де азабыңды тат деп, айырылудың бір қоштасудың азабын қазірден дүниеде-ақ жаңағыдай таттырып қойған сияқты. Мына аяттың сүренің соңында келеді ғой, жаңағыдай бұл от хутама, Наруллахи муқада аллази татталиу афида дейді. Алал афида, жаңағы мына нені жүректі өртейді. Бұл жерде жүрек деген кезде қалып деп тұрған жоқ. Бұл жерде фуат деп тұр да, фуат сөзі келген. Неге фуат сөзі келді? Бұл көңіл, адамның рухы, тереңі, жан дүниесі. Сол үшін жаңа адамның айырылудағы ішіндегі жан дүниедегі азап, бұл сол азапта жаңағы дүниедегі айырылудың азабын бұл дүниеде таттырып қойғанда, егер сен Алла арқылы Аллаға байлап сүймесең дүниені, онда тат, міне дүниеде таттың ба, ертең ақыретте де соны татасың деген бір не бар сияқты да. Осы жаңа ақылада мәңгілік қылады деген бір ойға келуіндегі мәселе осы сияқты адамның. Бір шеті мына енді мәңгілік қылады дегеннен шығады. Қазір көп адамдар мына өзін бағалау самооценкасында проблема бар ғой. Соны адамдар көбінесе жаңа дүниелік нәрсемен толтырғысы келеді, іштегі бос вакуумды. Сонымен толтыра бастайды. Негізі қашан онымен толтырғысы келеді? Өйткені жаңа дүниені бір құндылық көре бастаған кезде ғой. Негізі шынымен дүние көп мәселені шешеді ғой. Бүкіл ағартушылық жұмыстар бірінші ықыласқа келіп тіреледі, екінші осы дүниемен шешіліп жатыр ғой бүкіл нәрсе. Мысалы оны басқаша болмайды. Кітап басып шығудың өзі үлкен ең эффективный инструмент қой. Бірақ қанша мәселе көп шешкеніне қарамастан бұл бәрібір инструмент та. Құрал. Бұл сүре соны айтқысы келеді сияқты да. Ол мақсат емес, белгілі бір жолға жететін құрал деген сияқты. Құндылық статусына көтеріп жүрген кезде бұл мені мәңгілік етеді, мені бағалатып тұрған осы деп ойлай бастайтын сияқты да адам. Енді мына жаңағы жамаа деген сөз бар ғой, аллази жамаа малаху адда. Сол жердегі жамаа деген сөзді жамаа деп те оқыған екен да, күшейтпелі шыраймен де оқыған екен да кейбір жаңағыдай қырағаттарда. Енді ол жерде мағына қалай болады дейтін болсақ, ол жерде малды жинаған кезде халал харам деп ажыратпай жинай беру дейді да. Халалы бар ма, харамы бар ма, әйтеуір көзіне көрінсе болды. Көзіне көрінсе болды, ала береді да. Я. Енді бұл мұсылман адамның өмірінде малды жаңағыдай мал табу керек болса да, бір дүние табу керек болса да, халалына қарайды ғой. Бұл адал ма, адал емес па? Сол үшін бір мақсатқа жету үшін мен сол мақсатқа жетсем болды, орта жолдағы нәрсенің бәрі маған адал деген бір принцип жоқ. Сен адалына, арамына қарап жинау керек. Сол үшін жамаа деген жерде кейбір қырағаттарда осы мағынаны да береді екен. Адал арамына қарамай жинай беру, бұл да сол жаңағы сөгілетін, бір айыпталатын қылық. Бұл сипат болған адам уайлыға ұшырайды, өкінішті болады дейді ғой. Осыдан аулақ болу керек. Алла Тағала шын дүние жүрегімізді кіріп, өміріміздің мақсаты болып кетпесін. Алла содан сақтасын. Ол қолымызда жақсылыққа апаратын құрал болсын дегім келеді. Калла ла юнбазанна фил хутама. Жоқ, олай емес. Жаңағы енді олай емес деген кезде жаңағы мәңгілік етеді деген нәрселер жоққа шығарып отыр ғой. Бұған дейінгі айтылған нәрселерді. Ол міндетті түрде хутамаға тасталады дейді. Енді хумаза улумаза деген мінез құлықтағы адам. Тек ол емес қой, жамаа малаху бар, ол да сол сипаттас. Хумаза улумаза, мал жинау, оны санау, оны мәңгілік деп ойлау жоқ дейді Алла Тағала. Авторитет қылу, яғни оған табыну. Барлығы хутамаға тасталады дейді.
енді осыған байланысты енді бұл аятты 4-ші 5-ші аятты бірге оқу керек сияқты. Өйткені мына уама адрака мал хутама тіпті 6-ші аятты бірге оқу керек. Наруллахи муқада 3 аятты қатар. Себебі мына біз білеміз ғой, біз алдында бір сүреде де Қария сүресінде де айттық. Уама адрака деп келеді Құранда. Сосын уама юдрика деп келеді. Юдрика, уама юдрика деп келген жерлерде Алла Тағала жауабын өзі береді. Жауабын бермейді екен, керісінше жауабын бермей кетеді. Ал уама адрака деген жерлер келсе, артынша жауабын береді. Демек бұл ғалымдар айтады, уама адрака деп келген қалып болса, аяттар болса, бұл жерде араб тілінің рөлі ойнамайды дейді. Ол жерде. Ол жерде Алла Тағала басқа мағына берейін деп тұр ол нәрсеге. Сол үшін тіліндегі бар түсінік бұған дейінгі аннулироваться етіледі. Ол жердегі мағынаны қоя тұр, Алла Тағала басқа мағына берейін деп жаңа мағына. Мысалы біз Бәләт сүресінде білеміз, уама адрака мал ақаба. Ақабаның не екенін қайдан білесің дейді да. Негізі ақаба тілдік мағынаға қарайтын болсақ, бір белес, асу деген мағынаға келеді. Асу деген мағынаға келеді. Енді бірақ ол жерде уама адрака мал ақаба дейді да, бірден артынан анықтаған фәкку рақаба, құлды азат ету, міскінді тойдыру, бір топырақта аунап жатқан деген Алла Тағала бөлек бір мағына жүктейді. Жаңа мағына жүктейді. Асудан асқың келсе, асудан өтем десең, міне мыналар асу деген осы. Биік шың сол дейді да. Адамгершіліктің ең шыңы сол, шыңы солар. Бұл жерде де сол, жаңағыдай олар хутамаға тасталады. Уама адрака мал хутама. Хутаманың не екенін қайдан білесің? Ол хутама дегеніміз наруллахи муқада. Алла Тағаланың жаңағыдай алаулап жанған бір оты деген бір мағынаны береді. Хутама онда тозақтың бір есімі болып тұр ғой. Хутама деген бір тозақтың есімі, алаулап жанған от. Ол бәлкім жаңағы айтып кеткеніміздей бір мәңгілікті аңсау, сүйгендерден айырылған кездегі адамның ішін өртейтін бір өкініш оты болуы да әбден мүмкін. Айырылған кездегі азап, малынан айырылып қалған кездегі бір өкініш, бұл да сол хутамаға жатады. Шынайы тозақта болуы мүмкін, немесе бұл дүниедегі ішкі жалын өртеп бара жатқан болуы мүмкін да ол. Өйткені жаңағы орт өртейді. Мына мал деген нәрсе, инфақ, 3 нәрсе Алла жолында деп айтылады ғой. 3 нәрсе, біреуі Алла жолында хижрет, біреуі Алла жолында джихад, үшіншісі Алла жолында инфақ. Осы үшеуі ғана Құранда Алла жолында фи сабилилла деп айтылады екен да. Енді бұл жерде неге Алла жолында деп айтылды десе, мына малды шығару, адамның малын шығаруы бір жанын шығарғандай әсер етеді екен да. Сол үшін мына пайғамбарымызға келіп, жаңағыдай кіріп әңгімелесу үшін кейбір адамдарға пайғамбарымыз келгенде Алла Тағала үкім қойғанда, сендер пайғамбарға кіретін кезде садақа беріңдер деп. Неге деген кезде кейбір мұнафықтар өздерінің бір ойларын жүзеге асыру үшін, жаңа пайғамбардың қасында жүріп, пайғамбардың сұхбатында қатыстым деген сияқты өткізіп жіберу үшін өзін бір пайғамбардың тарапынан көрсету мақсатында сондай әрекеттер жасады. Енді солардың сондай әрекетке бармау үшін инфақ жасауға шақырады Алла Тағала. Инфақ мұнафықтарға өте ауыр тиеді жаңағыдай. Сол үшін бұл жерде де жаңағыдай өкінішті адамның өкіндіретін нәрсе бұл бір малынан айырылу, малын шығару. Сол үшін егер бұл мұсылман адамда бұндай сипат болмаса, бұл жаңағыдай өзін өзі тәрбиелеген, бойында мұнафықтық сипаты жоқ бір мұсылман деген нәрсе келеді. Сол үшін наруллахи муқада дегенде осы нәрсеге ишарат жасайды. Нарулло Алланың оты ғой. Ол отқа апаратын себеп не? Хумаза бар, лумаза бар, мал жинау бар, оны мәңгілік ету бар, оған табыну бар. Бұл барлығын қарасақ, құндылықтардың ауысып кетуі де. Құндылығын ауысты ма, болды. Онда қиын болады. Ал енді құндылықты бекітетін ол да және де Құранда. Ақиқи құндылық мынау, өлшемді қойып береді. Жалған, алдап қояды сені. Ақылада сен мәңгі деп ойлап қаласың. Ол сен құтқарады деп ойлап қаласың. Мазақтаған дұрыс деп өзіңді ақтайсың. Бәлки 10 дәлел айтасың. Ғайбат айтуғаш, прям обоснованный ғайбаттайтын болғанбыз ғой біз қазір. Дәлелмен тұр, дәлелдеп тұрып ше. Онда ақтап аламыз. Мәселе ол теріс құндылыққа қалыптасқан түбі мұқада да. Олай болса құндылықты таймауға Алла Тағаладан дұға ету керекпіз. Және де дұрыс құндылықты үйреніп, сода табандылық танытуды да жәрдем сұрау керекпіз ғой Құдайдан. Лаюм баданна деп тұр ғой. Лаюм баданна жаңа грамматикада етістіктің алдында да соңынан да күшейтпелі күшейтіп шегелеп тұр да.
жаңағыдай міндетті түрде ода ешбір күмән жоқ. кешірім Түсіріледі. жаңағыдай жарайды деп жеңілдік деген нәрсе жоқ деп тұр ғой. өйткені қылмыс ауыр, Иә. адамды Сосын- қорлау ауыр. Сосын тасталады деп біз енді қайтадан жасалып жатыр да, аны нәбада негізі қажетті емес нәрсені лақтырып жіберу. Яғни осының бәрін істеген адамда адами құндылық қалған жоқ. Құнсызданады ғой. Біткен адам деген сияқты. Таста жаңағы күл қоқысқа. Өте әдемі бір нәрсені мағына бүйтіп, шықты. мәселен біз Жарамсыз тым құрығанда шұлығымызды тастайсақ та айналып келіп алып киеміз ғой. Бірақ ол ондай құрлы жоқ та, қажеті жоқ нәрсе бұл тастайды. Адамдық неден түсіп кетеді десең. Дайым бәданна тасталады деп айтып тұр да. Қажет емес Негізі тасталады. Құранның ішінде ғажап, әр сөзінен бір үлкен-үлкен құндылықтар шығады негізі. Ана Құранда Карим деген сипат, Аллах тағаланың сипатын Құранға тіркейміз ғой, біз тіркестіріп айтамыз. Немесе Расул Карим дейміз. Құран Карим дегенді мысалы қалай түсінеміз дегенде, бұл құндылықты бұдан қазып ала бересің, бұл таусылмайды. Карим да, жомарт. Берген үстіне бере береді. Керемет. Онда келесі аятқа нетейміз ғой, жалғаймыз. 7-ші аятқа келдік. Аллати татталиу алал афида. Ол жаңағы жүректі өртейтін, өртегенде жүрекке дейін жететін от дейді. Жаңа ішкі сезім деген сол дөп түседі ғой, афидаға. Иә. Фуатқа. Көңіл, Арабтар сөйтіп айтады ғой, қалып пен фуат бар, айырмашылығы сол дейді ғой. Ана фуат деген көңіл, жан дүние деп айтылады. Өйткені ана Мұса, нәресте Мұсаны бесікке салып, суға ағызып неғылыңыз асбаха фуаду умми Мұса фариға деп келеді ғой. Көңіл босап қалды. Көңілі балаға деген толып тұрған сезімнен айырылып қалды. Сосын кейін барып артынша құса болды. Жаңағыдай егер де біз оның жүрегін деп келесіне уже қалып деген сөзді қолданады дейді. Қари емес, бұл жақта көп айтамаймын. Жүрегін ұстаған кезде анасы қайтадан өзінің есін жиып алды деп айтады. Сонда ана жерде фуат деген сөз дейді, анасы салған екен, есін жоғалтып қойды дейді. Оңай ма? Баладан айырылған екен, оңай емес қой. мына жақтан келе жатқан ажалдан екінші ажалға беріп қойдым деп, ана есін жоғалтып алды. Суға жіберу оңысына ол өте. Сол жоғалтып алды. Сол мына жерде де сол нәрсе болып тұр ғой. Фуат. Адам бүкіл санасына сол дүниелерді сіңіріп алу жаңа. Дүние любой жерден мені алып шыға алады. Дүние менің құдайым деген ішке кіріп алу. Бүкіл санасына тамырлап кету. Өмірлік мәніне айналдыру. Сонда сол татталу алал афида деп соның барлығына сол берілетін жаза жаңа от. Құдайдың оты деп. Алла тағала құндылықтар егер дұрыс қойылмаса, Алла тағала қызғанады ғой. Егер жүрегімізді Құдайдан басқаға толтырып қойып, намаз уақытында бір нәрсемен шұғылдансақ, ол біз сонымен сыналамыз да. Егер ұялы телефонмен шұқылап намазды кешіктірсек, бәліге өткізіп алсақ, онда сол телефонмен сыналамыз да. Не ол сынады, не жоғалады, әйтеуір бір зияны болады да. Өйткені ол да бізде тәрбиелеу процесі да. Ал енді жүрекке Алла болу керек болған, көңілде Алла болу керек, адамзатқа жақсылық болу керек. Көңіл сондай ғой, ау бастағы функциясы делігі да, позитивті жақсылыққа негізделген. Оны терістікке қолданатын болсақ, біз онымен де сыналамыз да. Ал енді бұл дүниеде тәубе етіп, есімізді жинап, Алла ішімді түзе, көңілімді дұрыста, пейілімді дұрыста деп дұға етпесек, онда ар жақта муқа да бар да. Енді мына жерде хутома деген сөзді жалпы мына жаһаннамның бір несі деп айтады ғой. Шұңқыры, жаһаннамның бір аты. Есімі. Бұл жердегі жаңағы адамның сүйегін паршалап сындыратын деген мағынасы бар екен да, бұл хутома деген сөздің. Хутом деген отын ғой негізінде. Отын қылып турап тастау. Енді солай турап тастайды, тіпті жаңағыдай көңілін, жүрегін, ішкі руханиятын жаңағы шарпиды бұл от деген нәрсеге. Бұл қалай деген кезде жоғары жақтағы малмен, адамды мазақтаумен байланыстыратын болсақ, адамды қалай мысалы жетімдер, жесірлер, жаңағыдай өте мұқтаж адамдар келіп сұраған кезде оларды мазақ қылуы мүмкін, өзінің малымен қалай көңілін қайтарып, көңілін құлазытып, оны қалай жаңағыдай турап отын қылып жіберердей дәрежеде сөз айтты. Көңілін жықты былайша айтқан кезде, жаңағы қағбаны жыққандай деп айттыңыз ғой. Сол сияқты адамның көңілін қалай сындырды бұлар. Дәл сол сияқты хутомада солай олардың көңілін сындырады.
керек болса сүйегін сындырады, және ол адамның көңілін қалай жаңағыдай аяқ асты қылды, табанына таптады. Дәл сол сияқты фуатты афида, негізі көңілдерін солай ғалымдар таптайды. осыған байланысты нені айтады ғой, жаңағы жалпы Құранда синоним жоқ деп айтады ғой. Осы синоним жоқ деген кезде бір мәндес сөздердің біреуін қолданып тұрса, Аллах тағала басқасы келмейді деген сөз да. Осы хутаманы сондай деп айтады да. Мына дүниеде адамды қорлаған кезде қай зонаға ущерб келтірді, соны өртейді. Сол жер өртенеді да, ол көңілін жықты, жүрегін өртеді. Өз ана біреу сізді қорлап тұрғанда мына жерде бір жаман сезім болады. Жүрегі ауырады ғой адамның. Жүрегі ауырады, сол зона қандай статьямен қылмыс жасайды адам, сондай статьямен сол жазасын алады дейсің ғой. Енді бұл бағана сүрелердің арасында байланысты айттық қой. Бұл жерде жүректі, адамның көңілін бір қағба деп алсақ, одан кейін қағбаны бұзушылардың ақыры қандай болғанына Фил сүресі жауап береді да бұл жерде. Сол үшін қандай мықты болса да, мысалы жаңағыдай пілдермен келді, керемет 60 000 әскермен келсе де, оны Алла тағала бір кішкентай нәрсемен жоқ қылып жіберді. Дәл сол сияқты бұл жаңа малым мені мәңгі қылады деді, сөйтіп мазақ қылды, адамның көңілін жықты. Көңілін жыққан адамның ақыры қағбаны жығуға бара жатқан адамның ақырындай болады деген бір ескерту жатқан сияқты да мұнда. Келесі аятта отты ары қарай сипаттайды. Бұл жаңа көңілді, жүректі, жан дүниені өртейді деді. Иннаха алейхим муқсада. Ол ішіне тасталғандарды жан жағынан құрсаулап жауап қалады. Жаңа ерекесіз айтқандай, сүйегін сындырып деді ғой. Фи амадим мумаддада. Оған тасталғандар ұзын от жалынды бағаналарға байлаулы күйде қалады дейді. Хутамаға тасталғаннан кейінгі процестерді сипаттап отыр ғой. Бұған байланысты не айтуға болады? Енді бұл да біз енді пайғамбарымыз жаңағыдай жәннатты сипаттаған кезде айтады ғой, сендердің көздерің көріп, құлақтарың естімеген, қиялдап көрмеген нәрселерің болады ол жақта. Бұл жерде де дәл сол сияқты хутама, егер біз Алла тағаланың бір жаһаннамның аты десек, сол жердегі бір азапты қаншалықты азап болатын бізге мысал ретінде санамыздың жететін жеріне дейін көрсетіп тұр. Одан миллион есе басқа ауыр да болуы мүмкін. Сол үшін бұның ауыр екенін осы жерден де көңілді шарпиды. Егер тікелей мағынада алсақ, жүректі шарпиды. Адамның айтады ғой, денесі жанады, сүйегі жанады, бәрі жанып біткен кезде жаны жүрекке барып тығылады. Сол жүрекке барған кезде сол жүректі шарпитын от деген сияқты. Осы жерде де бұл оттың жаңағыдай қатты қызу екені, оның бір қашып шығатын жағы жоқ екені, ұзын ұстындар сияқты бір жанып тұратын от екені. Амади мумаддама мәселесінде онда бір оларда қашатын мүмкіншілік жоқ, бір тіректерде байлалып тұрады. Жан-жаны құрсалып тұр дейді ғой. Сондай бір сипаттарды беру арқылы бізге бұның қаншалықты ауыр екенін, бұл нәтижеге қалай келді адам, жаңағыдай мазақпен басталды, қасы көзбен мазақтады, немесе жаңағыдай хумаза люмаза болып басталды да ақыр аяғында осындай бір нәтижеге келді деп. Мысалы біреу өз мұқтаждығын сұраған кезде де бар ғой, енді тамақтандырмайды және бермейді деген сипат ше. Намаз оқымадық, намаз оқушылардан болмадық деген аят бар ғой. Соның жалғасында тамақтандырмадық оларға, қол ұшын бермедік, бетін қайтардық. Ол не то, что жоқ деп айту, ол мазақтап тастау да. Не жүріс мынауын деген сияқты да. Оны да түсіну керек біз. Яғни Алла тағала берген мәселені солай қабылдап, қол ұшын беріп, яғни көңілді ренжіту шынымен қиын ғой. Енді ол да бір еріккеннен кеп тұрған жоқ бәлки. Ол шынымен мұқтаж, ол да бір ыңғайсыздығы бар. Біз аламызды оны ары апарып тастаймыз. Одан да былай абай болу керек сияқты біреудің көңіліне тиіп қалудан. Бізде мына қазақта құдай қонақ деген бар ғой. Сол біздің салт дәстүрге енген болған ғой. Жаңағыдай құдай қонақпын деген адам аты жөнін сұрамастан не шаруамен жүргенде сұрамайды. Үйге кіргізуді. Енді қазіргі таңда айтқанмен істей алмаймыз ғой. Қиын ғой. Бірақ мен сол бала күнімде әке шешем сол бір-екі рет сондай келген адамдарды апталап жатқызғанын көрдім да, қалыпты жағдай деп ойладым да. Кейін осы күнде өзім мен әке шешем керемет адамдар деп таңғаламын да. Ол кезде қалыпты етті. Қазір мәселен досымыздың өзі алдын ала хабарласып сөйтіп келсе біз деп қаламыз. Хабарласпай келу былай тұрсын дейсің. Хабарласса да ойланамыз дейсің. Тұратын өзіміз пәтерде едік, үй қалай болады екен деп қаламыз. Адам болса
мына Хызыр алейхисалам қиссасында да осы айтылады ғой, жаңа бейтаныс ауылға барған кезде жаңа үйге тамақтан сол кезде тапсырында Шағрауи айтады, ол жерде тамақ сұраған жоқ дейді, баспана сұрады дейді. Яғни ең кедей адамның өзі дейді, тамақ бере алмаса да кеп жатып кететін бір пана беру бұл керек екен дейді. Минимум жасалу керек нәрсе сол дейді. Соны жасалған жоқ сол ел дейді да. Соны жасаған жоқ. Сол үшін дейді, бұл ел қонағына әшейін кіргізе алмаған ел өзінің елінен шыққан жетімдердің ана дүниесін тартып алып қояды деп қабырғаны көтерді дейді да. Яғни жаңағыдай ғой, жаңа мұқтажға тамақ берсе кекетпей, не қылмастан өзіне тең санап дастархан жая білу. Бұл кәдімгі өлшем дейсіз ғой, адамдық. Егер бере алмаған күннің өзінде де тым құрғанда үйге кіргізіп жатқызу, бұл кәдімгі қазақи салт дәстүрде, сол исламнан сіңген салт дәстүрі, құдай қонақ деген ұғым. Мен бір нәрсеге таңғаламын да, осы құдай қонақ дегенде ана бұрынғы қазақтар бір құдай қонақ келген кезде бір апталап жатады да, бір апта жатқаннан кейін барып ал енді бұйым дайын пәленшеке бұйым дайындайды дейді ғой. Бір сұрамайды деген бір әңгіме бар ғой. Иә, бір апта қалай жатайды деп мен таңғаламын да. Содан кейін барып шаруасын айтты, алқымнан алмайды да. Иә, кімсің, қайдасың, не үшін деген әңгіме айтылмайды деп сондай ұғым бар ғой. Бір құдай қонақ керемет құндылық енді бұл. Енді жалпы айтылған нәрселерден түйгеніміз, жалпы кісіні қорлау, кісінің көңілін жығу деген нәрсе өте жаман әрекет екендігін, мимикамен болсын, сөзбен, іспен, тіпті іштей де қорлап тұрудың біз өте жаман нәрсе екендігін түсіндік. Біздің қоғамда қазір ең өзекті ғой осы. Кең тарап тұрған нәрсе. Бізді құртып жатқан бәлкім осы нәрсе. Қоғам ретінде, адам ретінде. Содан кейін жаңа мал дүниеге деген құштарлықтың шектен тыс болуының өте зиянды екендігін, тіпті мына хумаза люмаза деген мінез құлықтың бір бұл диагноз екендігін ұққан сияқтымыз. Сосын жалпы мал мүлік бізді мәңгілік етпейді, бұл құрал, қалай болғанда да, Құдай тағаланың біз үшін жаратқан бір игілігі, игі іс жасауға берілген дүние, құрал екендігін түсіндік. Сосын бұның жаңа нәтижесін түсіндік. Салдары қандай болады, ақыретте хутама деген отқа тасталады. Ол оттың жаңа жүректі өртейтіні, адамдардың жүрегіне жара салған, көңілін жыққан адамдарға. Сіздерге рахмет, құнды ой пікірлеріңізді ортаға салып студияға келгендеріңізге. Келесі сүрелерде жолыққанша аман сау болайық. Ассалаумағалейкум.